Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Құрметті жамағат, ардақты ағайын туыс бауырлар, оразаларыңыз қабыл болсын. Алланың разылығынан, сауабынан үміт етіп, нәпсілеріңізді тыйып, оқып жатқан тарауих намаздарыңыз қабыл болсын. Бүгін сіздермен тақуалық тақырыбында біраз мағлұматпен бөлісетін боламыз. Баршамызға рухани азық болсын. Расында тақуалық деген бұл Алла Тағаланың бұйырған парыздарын орындап, тыйған күнә істерінен тыйылу деген мағынаны білдіреді. Алла Тағала Құран кәрімде Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Инна акрамакум индаллахи атқакум. Садақаллахул азим. Расында Алланың құзырында, Алланың назарында сіздердің ең құрметтілеріңіз тақуаларыңыз дейді. Алладан шынайы қорқатын, Алла бұйырған парыздарды өтіп, күнә істерден тыйылатын құлдарыңыз дейді. Алланың құзырында құрметке лайық болатын сол кісілер дейді. Ол жерде байларыңыз, немесе бір үлкен қызметтегілеріңіз, немесе ақ түсті, қара түсті адамдар деп отқан жоқ. Тақуаларыңыз деп отыр. Мұхаммед пайғамбарымыздың өзі саллаллаху алейхи ва саллям арабтың араб еместен артықшылығы, немесе араб еместің арабтан артықшылығы тақуалығында деген. Демек, Алланың құзырында кімнің дәрежесі жоғары? Тақуа құлдардың дәрежесі жоғары екен. Сондықтан да Алла Тағала Құран кәрімде Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Я айюхаллазина аману тақуллаха вал танзур нафсу ма қаддамат лиғад. Уа иман иелері, Алладан қорқыңыздар. Ертеңгі күндеріңіз үшін не дайындадыңыздар? Ақыреттік күндеріңіз үшін не дайындадыңыздар? Қандай амал жасадыңыздар? Уәл таңзур нафсу ма қаддамат лиғад. Яғни ертеңгі күндеріңіз үшін не дайындадыңыздар? Соған мән беріңіздер дейді. Уаттақуллаха инналлаха хабирун бима таъмалун. Және Алладан қорқыңыздар. Өйткені Алла сіздердің не істеп, не қойып жүргендеріңізден хабардар дейді. Күмәнсіз. Алла Тағаладан еш нәрсе жасырын қалмайды. Ол қараңғы жерде болсын, ол көпшіліктің ортасында болсын жасалған амал, немесе оңашада болсын, Алла Тағала бәрін естіп көріп білуші. Сондықтан Алладан қорқыңыздар. Алла не істеп жүргендеріңізден хабардар дейді. Хазірет Абу Бәкір радиаллаху анху бір сөзінде былай дейді. Тақуалық деген оның мысалы мынадай дейді. Егер бір кісінің үйінің алдында тікенек шөптер өсіп тұрса дейді, тікенек. Сол кісі үйінен шыққан кезде жалаң аяқ шықса дейді. Қалай жүреді дейді, қалай жүреді? Әрине, өте сақтықпен, аяғыма тікен кіріп кетпесін деп, өте аттап абайлап өтеді дейді арасынан. Мынау тақуалық дегенде солай дейді. Тақуалық деген Алла тыйған күнә істерден барынша сақ жүру дейді. Нәпсіні тыю дейді. Алла Тағала Құран кәрімнің тағы бір аятында Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва амма ман хафа мақама раббихи ва нахан нафса анил хава фа иннал джанната хиял мауа. Кімде кім ертең қияметте Алланың алдына барып
есеп беретіннен қорқып, нәпсі қалаған күнә істерден тыйса, ол кісінің жемісі жәннат болмақ дейді. Қараңыздар. Яғни Алланың алдына барып тұрып есеп беруден қорқып, нәпсін күнә істерден тыйған адамның жемісі жәннат болады екен. Міне. Демек, құрмет жамағат, бұл тақуалық деген үлкен нығмет. Тақуа адам ешкімге зияндық жасамайды. Кісінің ала жібін аттамайды. Біреуге ауыр сөз айтпайды. Ешкімге қол көтермейді. Ешкімнің ар намысына қол сұқпайды. Мұсылманға ол адамның ары, қаны, малы арам дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ешкімге сол арына, оның қанын төгуге, арын былғауға, немесе дүниесіне, малына қол сұғуға рұқсат жоқ дінімізде. Рұқсатсыз. Ол үлкен күнә болып саналады. Міне, нағыз мұсылман, тақуа адам осындай күнә істерден бойын аулақ ұстайды. Неге? Өйткені Алланың алдына барып есеп беретінін біледі. Сондықтан өзінің нәпсін тияды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадис шарифінде әрдайым мына дұғаны айтады екен. Аллахумма инни ас'алукал худа. О Алла, мен сенен хидаят сұраймын. Тура жолда болуымды сұраймын. Уаттуқа, және тақуалық сұраймын. Уал афафа, және арлы, намысты болуды сұраймын. Уал ғина, және ешкімге қол жаймайтындай жан байлығы мен мал байлығын сұраймын дейді екен. Көрдіңіздер ме? Бірінші тура жолда болуды сұраймын дейді. Одан кейін тақуалық сұраймын дейді. Одан кейін арлы, ынсапты болуды, намысты болуды. Ешкімге қол жаймай, адал еңбек етіп, адал жолмен нан табуды. Және ешкімге қол жаймайтындай жан байлығы мен мал байлығын сұраймын дейді. Пайғамбарымыз осы дұғаны әрдайым айтып жүрген екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, білесіздер ме? Садақа алмаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадия алған, хадия, сыйлық. Сыйлықты алған, сыйлықты берген басқаларға. Бірақ садақа алмаған. Бір күні төсегінің астынан, жастығының астынан бір құрма тауып алады. Сөйтіп байқамай жеп қояды. Сөйтіп үйдің иелерінен сұрайды, мына құрма қайдан келді? Садақадан келген болу керек дейді. Пайғамбарымыз ана қолын салып құсқан кезде тақуалық қой. Кәдімгідей сыртынан қараған адам қорқып кетеді. Неге? Пайғамбарымызға садақа жеу арам болды. Садақаны алу. Ал енді жай пенде, қарапайым пенде кісінің ақысына кіруден сақтану керек. Пайғамбарымыздың хадисінде айтады, егер адамның асқазанына бір түйір арам тамақ түссе дейді, асқазанына, сол асқазанындағы тамақ қорытылып кеткенше оған періштелер лағнет айтады дейді. Алла сақтасын. Біз Алла сақтасын, қазір бір түйір нан емес, қаншама арам нәрселерді шімірікпестен ішіп жеп жатырмыз. Алла сақтасын. Алла кешірсін. Түйен түгімен жеп жатырмыз ғой қазір. Алла сақтасын. Құдайдан қорқу сезімі деген бізде төмендеп кеткен. Қазақта Құдайдан қорықпағаннан қорық деп сол үшін айтады. Хакім Абай айтады өзінің бір сөзінде. Құдайдан қорық, пендеден ұял,
балаң бала болсын десең, оқыт, малаяма. Ертең бір сорлы қазақ болғаннан кейін ол саған рахат көрсете ме дейді. Не жұртқа рахат көрсете ме? Яки өзі рахат көрер ме дейді. Алла тағала берген бала шағамызды біз имандылыққа, тақуалыққа тәрбиелеуіміз керек. Балам, кісінің ала жібін аттама. Ешкімнің ақысына кірме. Ешкімнің обалына қалма деп. Жақсылап оқы, білім ал, жақсы маман бол. Адал еңбек ет, осы елге қызмет ет деп жақсылап тәрбиелеуіміз керек. Ертең жақсы тәрбие берсеңіз, ол сізге жақсылыққа келеді. Елдің алғысын аласыз. Балаңыз өсіп өнеді, болашағы жарқын болады. Ақыретте жүзі жарық болады. Пайғамбарымыз хадисінде айтады, саллаллаху алейхи вассалам, әкенің баласына жасаған ең үлкен сыйы ол баласына берген жақсы тәрбиесі дейді. Міне, әкенің баласына жасайтын ең үлкен сый осы екен, жақсы тәрбие, имандылыққа тәрбиелеу. Ертең дүниеден өтсек, артымыздан дұға бағыштайтын ізгі ұрпақ тәрбиелеу. Аманатқа қиянат жасамайтын, Құдайдан қорқатын, тақуа етіп тәрбиелеу әрбір ата-ананың міндеті ағайын. Алла тағала жүрегімізге шынайы иман, ықылас, тақуалық нәсіп етсін. Алла тағала өзіне лайық құл, пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам шынайы үммет болу нәсіп етсін. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет, баршамызға рухани азық болсын.